тілін қарабайыр санайтын надандық бұлтын сейілту үшін мынаны еске салу артық болмас еді. Егер де бір ғана Абай жолында Әуезов 16.983 сөз қолданса, ал Шекспир мен Байронның барша лексиконы 15.000 сөзді құрайды. Демек, қазақ әдебиетінің дәмін көрмей жатып, әлемдік әдебиетке қол созудың өзі ақымақтық деген екен Герольд Бельгер. Сіз қазақ тілінде қанша сөз білесіз? Қиын сұрақ. Себебі қазақтың мен сөзін былай айтар едім. Қазақтың сөзін санауға келмейді, салмақтауға да келмейді. Әр сөзі алтын ғой, дұрыс айта біліп, мағынасына жетсе. Мен осылай айтайыншы. Себебі санына емес, берер бағасына үңілуіміз керек деп ойлаймын. Ер мінезді жауап болды.